Bir bala deyit жылап турган экен. Bir казак киши өтүп баратканда айтыпты: "Ey, мына бала не кылып жылап атыр" десе, "Бу бала жетим, ишкими жок" депти. Сонда сол баланы жаңа казак киши алып кеткен экен. Сонда бул баланы үйүнө апарады го. Үйүндө бир күнү түндө турса, ана эки баланын үстүнө bir чапан ба бирдеңени жапкан го, bir алашанын бирдеңени жапкан экен. Енді бала ғой жақтан да бір айланғанда ана біреудің үсті ашылып кеткен екен. Сонда ана түріктің баласының үсті ашылып кеткен екен. Ана шал келіп, өзінің баласының үстінен алып, ана баланың үстін жауыпты. Сонда әйелі көрген екен. "Ай, сен не қылып жатсың" деген ғой. "Sen ne yaparsın" деп айтады. Әйелі сөйтіп айтыпты: "Ey, Құдай берген біздің 6 баламыз бар. Біреу өлсе 5-еу қалады. Тағы біреу өлсе 4-еу қалады. Ай, мынаның ешкімі жоқ қой, мынаның тұқымы құрыйды ғой" деп айтып. Біз оны қалай естен шығарамыз? Бұл қазақ халқының соншалықты кеңдігіні, соншалықты кереметтігіні, қалай қазақ халқының нанını таптап кетесің?